Longreach корпорациясы. Маркетинг жоспары. Классиканың жаңа бизнес моделі. Маркетинг жоспары 6 түрлі табысты қамтиды. Сондай-ақ қосымша бағдарламалар. Бұл саяхат және автобонус. Рефералдық бонус. Пайыздық айырмашылықты Diamond біліктілік деңгейіне байланысты аламыз. Бұл ең бірінші және ең қарапайым табыс түрі. Оны сіз күн сайын аласыз. Сіз өнімді ұсынасыз, адам сатып алады, ал сіз бонус аласыз. Табыс мөлшері сіз таңдаған бизнес пакет деңгейіне байланысты. Рефералдық бонус бірінші желіден бастап шексіздікке дейін есептеледі. Бизнес пакет. Бұл бизнестегі бастапқы қадам және сонымен қатар сіздің біліктілігіңіз. Бір Diamond пакеті. Бағасы 15500 теңге. Рефералдық бонус 15%. 2 Diamond пакеті. Бағасы 71000 теңге. Рефералдық бонус 19%. 3 Diamond пакеті. Бағасы 275000 теңге. Рефералдық бонус 23%. 4 Diamond пакеті. Бағасы 661700 теңге. Рефералдық бонус 25%. Жалпы тауар айналымы 1,530,000 теңге. Біліктілік тармағы 765,000 теңге. 5 Diamond пакеті. Рефералдық бонус 27%. Бұл көлемді нөлге түсірмей жинақтау, мерзім бойынша шектеусіз. Жалпы тауар айналымы 15,300,000 теңге. Біліктілік тармағы 7,650,000 теңге. 6 Diamond пакеті. Рефералдық бонус 29%. Жинақтаушы маркетинг. Жалпы тауар айналымы 92 миллион теңге. Біліктілік тармағы 46 миллион теңге. 7 Diamond пакеті. Рефералдық бонус 30%. Бұл маркетингтің ең жоғарғы деңгейі. Жалпы тауар айналымы 765 миллион теңге. Біліктілік тармағы 255 миллион теңге. Пакеттен пакетке қалай өтуге болады? Бірінші, апгрейд жасау. Яғни пакеттер арасындағы айырманы төлеу. Екінші, команда құру. Бірінші желіге 5 адам шақыру. Бұл 1, 2 және 3 Diamond пакеттеріне қатысты. Үшінші, 4 Diamond біліктілік тармағы 765,000 теңге. $1500 көлем жасайды. Ал қалған тармақтар жиынтық түрде 765,000 теңге. $1500 көлем жасайды. Жалпысында 1,530,000 теңге. $3000 болады. Рефералдық бонус күн сайын есептеледі. Екінші табыс түрі командалық бонус. Командалық бонус бұл сіздің командаңыздың тауар айналымын дамыту үшін берілетін табыс. 5 Diamond деңгейінен бастап есептеле бастайды. Командалық бонус есебі әр айдың 1-ші күннен 30-ші күніне дейін жүргізіледі. Бонус мөлшері айлық жалпы командалық тауар айналымына байланысты. Тауар айналымына байланысты пайыздық мөлшерлемелер. Мысалы, осы айда сіз 0-ден 7,5 миллион теңгеге дейін көлем жасадыңыз, бұл үшін сіз 3% аласыз. 7,5 миллионнан 18 миллионға дейін 5%. 18 миллионнан 38 миллионға дейін 7%. 38 миллионнан 60 миллионға дейін 8%. 60 миллионнан 79 миллионға дейін 9%. 79 миллионнан 120 миллионға дейін 10%. 120 миллионнан 150 миллионға дейін 11%. 150 миллионнан 334 миллионға дейін 12%. 334 миллионнан жоғары 13%. Командалық бонус ай сайын төленеді. Үшінші табыс түрі матчинг бонус. Матчинг бонус бұл сіздің командаңызбен жеке серіктестеріңіздің табысынан алынатын пайыз. Деңгейлер бойынша есептеу тереңдігі. 1. Diamond мәртебесі. Сіз 1-ші, 2-ші және 3-ші желіден табыс аласыз. 2. Diamond мәртебесі. 4-ші желіге дейін табыс аласыз. 3. Diamond мәртебесі. 5-ші желіге дейін табыс. 4 Diamond мәртебесі. 6-ші желіге дейін табыс. 5 Diamond, 6 Diamond және 7 Diamond мәртебелері. 7-ші желіге дейін табыс алады. Әр серіктестен 3% есептеледі. Матчинг бонус күн сайын төленеді. 4-ші табыс түрі бұл дивидендтер. Ай сайында дивидендтерді 5 Diamond, 6 Diamond, 7 Diamond деңгейіндегі серіктестер алады. Компания халықаралық пайдадан 1,5% бөледі және оны біліктілігі бар серіктестер арасында бөледі. Есептеу ай қорытындысы бойынша жүргізіледі. Жинақтау бағдарламалары. Сондай-ақ компания 1 жыл ішінде автокөлікке және саяхатқа дивидендтер жинақтауға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаға барлық серіктестер қатысады
1 Diamond деңгейінен бастап. Бағдарламалардың толық мәліметтері автобонус. Бұл компанияның арнайы бағдарламасы. Серіктестерге жеке автокөлік алуға мүмкіндік береді. Компания автобонус депозитіне қаражат жинақтайды. Олар ай сайын есептеледі. Төлемді жылына бір рет алуға болады. Автобонус серіктестерді марапаттаумен қатар, оларды жеке тауар айналымын арттыруға ынталандырады. Саяхат бағдарламасы серіктестерге компания есебінен төленетін сапарлар мен демалыс алуға мүмкіндік береді. Компания саяхат депозитіне қаражат жинақтайды. Есептеу ай сайын жүргізіледі. Дивидендтерді жылына бір рет пайдалануға болады. Саяхат бұл тек демалыс емес, сонымен қатар көшбасшылармен кездесу, тәжірибе алмасу және желіні кеңейту мүмкіндігі. 5-ші табыс түрі қайталамалы сатып алулар. Бұл табыс түрі серіктестер үшін тұрақты ай сайынғы табыс қалыптастырады, және ол сіздің командаңыздың эффектілерімен жұмыс істейді. Ай сайын есептеледі және бүкіл желіге таралады. Сіз тауарды жеңілдікпен 50%-дан 70%-ға дейін тіркеліп, пакетті белсендіргеннен кейін бірден сатып ала аласыз. Сіздің жеке сатып алуларыңыздан қайтарылатын кешбек пайызы деңгейге байланысты. 2 Diamond 5%, 3 Diamond 7%, 4 Diamond 9%, 5 Diamond 13%, 6 Diamond 16%, 7 Diamond 19%. Бірінші желіден бастап шексіздікке дейін сіз деңгейлер арасындағы айырмашылықты аласыз. Яғни өзіңіз үшін сіз 100% аласыз, ал әрбір төменгі желіден деңгейлер бойынша пайыз айырмашылығын аласыз. Қайталамалы сатып алулардан рефералдық бонус желіні дамытуға, команда белсенділігін сақтауға және ай сайын тұрақты табыс алуға ынталандырады. 6-ші табыс түрі қайталамалы сатып алулардан командалық бонус. Бұл табыс түрі 5 Diamond деңгейінен бастап серіктестер үшін жұмыс істейді. Ол ай сайын есептеледі және сіздің командаңыздың тауар айналымына байланысты. Сіз осы айда табыс жасадыңыз. 0-ден 7,5 миллионға дейін 3% аласыз. 7,5 миллионнан 18 миллионға дейін 5%. 18 миллионнан 38 миллионға дейін 7%. 38 миллионнан 60 миллионға дейін 8%. 60 миллионнан 79 миллионға дейін 9%. 79 миллионнан 120 миллионға дейін 10%. 120 миллионнан 150 миллионға дейін 11%. 150 миллионнан 334 миллион теңгеге дейін 12%. 334 миллионнан жоғары 13%. Командалық бонус ай сайын есептеледі және бүкіл команда белсенділігін қолдауға ынталандырады. Бұл бонус желінің барлық деңгейлерінде командаңыздың қайталамалы сатып алуларынан тұрақты табыс алуға мүмкіндік береді. Маркетинг жоспарының артықшылықтары. 1. Адал кіру. 2. Ай сайынғы активация. Жоқ. 3. Жеке серіктестерді өсіру және мәртебені растау. Жоқ. 4. Рефералдық бонус шексіздікке дейін. 5. Жинақтаушы жүйе қалпына келтіру. Жоқ. 6. 4 Diamondқа дейін апгрейдті. Команда көлемін жинақтау арқылы жабуға болады. Мерзім жоқ. 7. Бір тармақтан табыс. 8. Матчинг бонус. 9. Дивидендтер. 10. Қайталамалы сатып алулардан қосымша табыс. 11. Қайталамалы сатып алу кезінде 50%-дан 70%-ға дейін жеңілдік. 12. Командалық бонус. Сонымен қатар қайталамалы сатып алулардан